Ұстаз ұрпақ тәрбиешісі. Ұстаз деген ұлы есім, ұрпақ үшін күйген есім. Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин балаға берілген тәрбие баланың болашағын қалыптастырады деген. Сол себепті мен үшін мектепалды сыныбы білімнің бастауы ғана емес, тұлға қалыптастыратын ең маңызды кезең. Мен Жиенбаева Самал Сейтказиновна нөмір 29 Пальмира жалпы орта білім беретін мектептің мектепалды даярлық сыныбының тәрбиешісімін. Педагогикалық еңбек өтілім 24 жыл, санатым педагог-модератор. Ұстаздық қызметінің басты мақсаты мектепалды даярлық жасындағы баланың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіре отырып, білім мен тәрбиені біртұтас үрдіс ретінде қалыптастыру. Себебі тәрбие мен білім бір-бірін толықтыратын ажырамас ұғымдар. Ұлы ойшыл Әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп атап көрсеткен. Осы қағиданы басшылыққа ала отырып, күнделікті оқу-тәрбие жұмысымда баланың ақыл-ойын дамытумен қатар адамгершілік, еңбекқорлық, жауапкершілік, отансүйгіштік қасиеттерін қалыптастыруға ерекше мән беремін. Мектепалды тәрбие тұлға қалыптастырудың алтын кезеңі. Мектепалды кезең баланың мінезі мен дүниетанымын қалыптасатын ең маңызды шақ. Бұл кезеңде ойын арқылы оқыту, шығармашылық тапсырмалар, тіл дамыту, ұлттық ойындар мен құндылыққа негізделген іс-әрекеттер баланың еркін ойлауына, өз ойын жеткізе білуіне мүмкіндік береді. Ахмет Байтұрсынұлы бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу керек дегендей, тәжірибелік әрекетке негізделген оқыту тәсілдерін тиімді қолданамын. Білім беру үрдісінің маңызды қатысушыларының бірі ата-ана. Педагог пен ата-ана арасындағы тығыз әрі сенімді байланыс баланың жан-жақты дамуына оң әсер етеді. Қазіргі заман педагогінен үнемі ізденіс пен жаңашылдық талап етіледі. Кәсіби байқаулар мен конкурстар педагогтың білімін жетілдіруге, тәжірибе алмасуға, шығармашылық әлеуетін арттыруға үлкен мүмкіндік береді. Осындай сайыстар арқылы ұстаз өз ісіне сыни көзбен қарап, жаңа әдіс-тәсілдерді меңгереді. Мектепалды мен бастауыш арасындағы сабақтастық, ата-анамен тиімді байланыс және педагогтың үздіксіз кәсіби дамуы сапалы білім мен саналы ұрпақ тәрбиелеудің негізгі тіректері. Осы бағыттағы жүйелі жұмыс болашаққа салынған берік инвестиция.